ашқан дүниеден бабар көпшілікті туысқанды әлбәт туысқандар мала құлсарының жігіттері суға батпаған сайт демесем бұл батыс қазақстан руға бөлінбейміз мұнда бәрі ұлттың құрылған мұнда биік доллар жоқ мұнда доллар аласа Қазақша не знаю. жоқ мұнда бәрі қазақша. Бұл ерекше қорғандағы табиғи аймақ. Моторларды өшіріңдер. Тақта, давай. Қасым кумар тастап отыр мына жақта. Айда! Тастасын! Қалай қалдық кетем? Тастасын кімске? Бәкпесін! Бас, олар! Малика, бәрібір қуып жете алмаймыз. Кім бұл? Сәлемдердік. Сәлемет. Азат Алиев осында тұра ма? Жоқ. Танымаймын ондай адамды. Сен кімсің? Мен Нұрбол. Кезінде осы үйде тұрғанбыз. Бұнда ондай адам тұрмайды.
Жасик, сен что, мен перед фактом қойып тұрсың ба? Жарайды, келе. Братан, қолым жүріп үлгерген жоқ маған. Мен Наис. Қанша айтам, қасыма жуын бой келуші болмаң деді. Ол жекен территориясына кірдіңдер мені. Мен саған ескерттім ба? Алда біздің территорияда емес. Не істейсің? Кіші көтіңде болмаса сол жерден айтшы не болғанын. Не, мында кеш. Бері келін. Жай сөйлен. Че там, малой? Құлтырып кетті олар, братан бір нәрсе істеу керек болды маған. Да? Оқ атып па? Енді не істеуім керек еді, братан, айтшы маған. Қалған жерінде балық аулап жүр тұрғанымыз десіп мына. Болмайды олайны. Отырсау. Маған кетер болды, братан. Не, болмаса сол жерге малой! Басыңа оқытып, миың шаш қан жұтып өліп жатқан көрінген кезде. Сен менің туған бауырымдайсың. Ачап ағаң шыққанша. Көтіңді қысып, басыңнан ойланып үйренші. Так? Екінші қайық қайда? Мен төр ұстап кетті, братан. Қалдып кетуге тура келді. Айтсаңдаршы, бір нәрсе болыңдар ғой. Қайда? Ташап кетуге тура келді. Кім болып за главный? Қалай білесің? Ол жекен адамдар кездесуге жай шақыры ма? Жоқ. Вот именно. Түйге. Дайналдыр. Что встали? Работай! Келесі жиналысында результат көретін болайық. Ауылдар. Жас. Кешіріңіздер, кешіп қалдым, рейд созылып кетті. Малика, жиналыс бітті. Көп уақыттарыңызды алмайым, бір-ақ минут. Менде ұсыныс бар. Бүгін браконьерлер тағы қашып кетті. Проблема сол қалпы, ешқайсы шешілген жоқ. Техника жоқ. Катерлеріміз ескі. Жаңа моторлар керек. Егер рұқсат етсеңіздер, конфискованный моторлар пайдалансақ. Бұл әңгімені 10 рет айттың ғой. Бюджетте ақша жоқ. Бар нәрсемен жұмыс жасай беріңдер. Марат аға, онда біз рейдке не үшін шығамыз? Браконьерлерде 3 мотор, бізде бірақ катер, оның өзі ескі. Сезон басталды. Егер қазір қолға алмаса, олар көбейіп кетеді. Мен сенімен толықтай келісем. Бірақ дәл қазір нақты қадам жасауға құзыретіміз шектеуде. Сен былай істе. Бәрін қағазға түсір. Не керек, не жетіспейді. Ал жоғары жақпай мен өзім сөйлесіп көремін. Рахмет, Ренат Жалғасович. Братар,
балам сен дейді бала қалмен қала осында қалам шашақты дала Қашаннан бері біздің территорияға мылтық беретін болғасың, а? расизм бәрі бек Тып-тыныш жатқан бүркітті көтінен шығып бүркітті дегенді білесіңдер ма? А чё сен, жігіттерім? Менің территорияма кіріп, сеткаларым кесіп жүр? Доказательством бар ма? Доказательством болса, мен сендермен бүйтіп мұжыңдап отырмас едім. Мынаны қараш. Ей, сен өзіңді кіммін деп жүрсің? Ол жер менің жерім. Бала аулағың келсе, төле. В смысле ол жер сенікі ол жеке? Бұрын ол жер общак еді ғой. Иә? Ол кезде теңізде таз еді. Ал қазір ереже басқа. Ал маған ереже ұнамаса ше? Қайрат, сен тәртіпті білесің ғой. Бәріміз бір қазанда қайнаймыз, либо отқа күйесің. Талпадан жинап, менің жаңыз өзім шақырып. Сен чо мен қорқытам деп ойлайсың ба, Сапар? Жай. Кеңес қой. Ендеше мен тыңда. Ендігі ары. Менің жерімнен торларыңды көретін болсам, басыңды шуламанас. Ассалаумалейкум. Алейкум. Шаруашылық қай жақта? Жолдың ар жағында сары здание бар. Сау ш. Байқашышы, қассың ба? Байқамай қалдым. Байқамайды соғырсың ба не? Құттай бассайшы, не болды сонша? Зәт анас. Қазын қуып тұрсың сен маған, а? Нұрбол? Кропа. Қалайсың, родной? Жақсы. Қашан шықтың сен? Бүгін базар жоқ өзгеріп кетсің. Шаш қайда? Жүр, отыр. Басқа жерге әңгімелесейік. Секір кабриолетке. Теңізді сағынып қаптым. Сен кеткелі мұнда біраз нәрсе өзгерді. Жағдайын жаман емес сияқты ғой. Шүкір ғой, родной. Мен ба? Сен 10 жылға қамап тастағаннан кейін мен кәдімгідей тупикке тірелімде қалдым. Білесің ба не етсін? Мұнда закон джунгли. Кім мықты? Кімде маневр бар, содан ғана қорқады. Қашан біреудің көтін айырасың, сосын ғана сен мойындап бастайды. Мен ойш, что там өзінде не план? Қайда орналастық? Білмеймін. Пока белгісіз. Батяның аңғарына барам. Ел қатарлы балық олайын ба деп тұр. Родной, может, менің қасыма келесің, а? Ақшасы жақсы. Жұмыс табылады саған. Ұмыт кетпесең,
Біраз ат қолыңнан келетін еді ғой сен. 10 жыл жетеді. Ана жаққа қайтып барғым келмейді. Азат сенің қасында дейді ғой. Бүкіл таныс тамырымды қосып, детдомнан әрең шығарып алып. Шығып алып, қуды емес пе? Болмайтын әдеттерді бастап. Азат менің де братишка. Көз алдымда жүрсін деп қасыма алып алды. Қазір шүкір әйтеуір. Өз намын өзі тауып жүр. Братишкам болатын болса, браконьерлікке тартпас едің ғой. Ертең бірдеңе болса өзің жауап бересің бе? Азатты қасыңа ертіп жүргеніңе рахмет деп айтамын десем сен. Просто уайымдаймын. Менің жолымды қайталамасыншы деймін. Сөйлестің бе мен? Сөйлескен жоқ. Кездеспейді де ол. Может, мен сөйлесіп көрейін? Братаң шықты деп. Родной. Мынау саған наход ноги. Керек емес. Қырсықпашы. Мен көмектеспегенде кім көмектеседі саған ақтауда? Алшы енді. Хотя бы қарызға деп алшы. Рахмет. Тура сол қалып не деген қырсықсың ең? 10 жыл зонада өзгертпеген ба сені? Сосын айтады. Егер мен іздеп жатсам, баяғы базарға барасың да, Қайрат аға қайда десем бәрі көрсетіп жүре саған. Қайрат ағасы несі? Бұл Ақтау ғой, родной. Мұнда кімнің кім екенін бәрі біледі. Сен қыз қайда жүрсің, а? Не деген адамсыңдар, а? Үйінді мың рет есігін қаққан шығармын, ешкім ашқан жоқ. Не болды? Не болды дейді ғой, маған көргенсіз. Үй толған су. Не деген бәлесіңдер сендер? Айқайламаңызшы, төлеп берем бәрін. Төлеп берем дейді ғой, бет. Осында көршіге жанымадық. Қандай адамдармен көрші болып отырмыз біз, а? Көргенсіз. Әні білдім не, сол баяқкен папаң ғой сол. Ой, жатсыз. Сендердің кесірлерінің үйінің бәрі иістеніп кетті. Қарай алмайтын болсаң мына папаны, қасына адам алмайсың ба? Я болмаса тапсыр ана қарттар үйіне. Шаруаңыз болмасын папамда. Шаруаң болмасын дейді ғой. Олай болса қара онда. Мен қазір үстемнен заявление жазам сендер. Жазыңыз, төлейін деп айттым ғой, болды. Үйдің бәрі сасып кетті, иістеніп. Қазір барып жазам. Әзір басыма шығып. Істегенсің. Көтер қолыңды. Көтер, шешем. Бір күн тыныш отырсаң болмай ма? Күні бойы қасыңда отырам ба? Енді не үшін мен сен үшін сөз естіп те жүрем? Кешірсің. Бол, айқайлама, бол, кешірсің. Шаршап кеттім, бап. Шаршап кеттім. Қайрат кешікті о. Сөйлесіп отыр ма екен? Или? Қумашы. Жай ойын ғой. Балықта жоқ, қайықта жоқ дейсің ғой да? Мыжи бермеші, қойып берем сол қайығыңды.
Азат, мына былықтың бәрі сенің кесіріңнен басталды. Қайрат болмағанда тәубеңе давно келтіретін емес сені. Давай, ехала, ба, қолынан келе ма? Еші бол, басасы кішкене. Қалай болды, Қареке? Оларға көрсетеміз. Кімнің күшігі екен. Короче, Олжекең базадан бригадасымен кетсімен. Олар қонаққа барамыз. Мен түсінбедім, Қареке. Мына маңқа үшін соғыс ашасың ба? Бізде қандай сөз бар? Есіркеме жетімді, жетімді. Мен тірі тұрғанда, малойды ешқайсың жетімдеуші болмаңдар, ұқтыңдар ма? И вообще, менің қасында ешқайсың жетің емессіңдер. Негізі, Азат дұрыс айтады. Олар кішкене есіріп кетті. Сәл орнына қою керек. Базаға барып дайындалыңдар. Қонаққа барамыз. Азат, сен қал. Әңгіме бар. Что там, братан? Ағаң түрмеден шықты. Қалай дедің? Нұрболды бүгін қаладан көрдім. Сенімен жолыққысы келеді. Алой. Сен де азамат болдың ғой. Несінші тие берсін Болат ағаның аңғарында бол. Не ғой, братан? Үй осы көрттағандай. Мақта бұдан артық олмайсың. Ар жаққа барып келеген бар дегенде түсінесің ғой енді. Я түсінемін. Мына жерде 2 айға қалған өзіне. Все, братан. Все. Қоныс құтты olsun. Үшінші нөмір өсін. Хабарласарсың. Сотталған екенсің ғой.
Не үшін отырдың? Оның не керек бар? Ереже солай. Лицензия кімге беретін білу керек. Әсіресе сен сияқтыларға. Мен сияқтыларға. Мен өзімдікі өтеп шыққам, братан. Браконьер шығасың. Рейк қағаз көріп алып, кімнен кім екен шешпей қойшеш. 96 бап па? Иә. Короче, мен саған көмектесе алмаймын. Я біліп тұрым. Сразу айтпайсыңдар? Я түсініп тұрм енді бұл. Көзің жоқ па? Кешір. Папа, көзіңді аш, папа. Папа, өтінем, папа. Көзіңді аш, папа. Кешірші мені, папа. Папа, тастамашы бізді, папа. Екеуің ана жаққа барыңдаршы. Сенімсің бе? Жақсы. Қалғанын өзім қатырам ғой. Ол жекенді шақыра қойшы. Сөйлесу керек. Азат. Қалайсың? Өзгеріп кетіпсің. Мен сағынбадым міне. Дым болмағанда сөйлеспе. Мен бауырым әкеммен бірге өлген. Тура осы жерде. Азат, мен істемегенін білесің сен?
Азат. Азат. Не ақып келдің? Ачиш айтатын тезірек маған жұмыс істеу керек. Браконьерлік сенікі емес, Азат. Онда шатағым болмасын. Сені әкем мына қалпы... Айтпа әкем туралы! Айтпа! Әкем туралы қалай сөз айтасың сен, а? Жоқ, менің әкем жоқ! Жоқ! Шешем де жоқ мен. Бәрі сенің кесірінен. Атсыш. Атсыш, не қып тұрсың? Не қарап тұрсың? Атсайшы! Мына жерден атым. Мына жерден ат. Егер осылай атып, өлтіріп, мені кешірем десен ат. 650 күн сені ойладым, түсінесің бе? 10 жыл ғұмырымды босқа сарп ет. Қай бала өзінің туған әкесін өлтіреді, айтшы? Қай бала өзінің туған әкесін өлтіреді, неге маған сенбейсің? 650 күн мен сені ойладым. Кет бұл жерден. Кет! Азат, мен сені сағындым ғой. Кешір. Кешір. Да. Я келем. Пап, бүгін тағы Гүлнар апаға апарамыз дейді. Білем, ұнамайды. Ну, басқа амал жоқ. Ну, зато тамақ береді сізге, телек қосып береді. Білесіз ғой, үйде қалдырып кете алмаймын. Пап, кешке алып кетем. Шаршатты осы машина. Хоп, яғни барып келем, сен осында отыр. Шап, шықпа. Мынаған керек десең сенен де менен де болса. Жалпы балықтың түсуі қайыққа емес, адамның несібесіне байланысты ғой.
Қашан алып кетсең болады? Ертең кел. Мен мотор дайындап қояйын. Ой, не істеп жатырсың? Қайда мініп барасың, Тарт! Тарт дейм! Тарт дейм! Жоғал! Болды. Қарашеш, бөтен қайқы мінейін деп жүр. Сабыр сақты шеш болды ғой. Көріп тұрсың ғой, ауыратын адам. Болды. Аға, қорқпаңыз, бәрі жақсы. Аға, қорқпаңыз. Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы ма? Айттым ғой, шықпа деп. Рахмет. Болды, қорқпа. Қасыңдамын. Жолда көлігім сынып қалған. Шықпай отыра тұр деп едім. Көмек керек па? Патрубка жарылып кеткен. Эстовайдың ішінде. Кейін ауыстыру керек. Су бар ма? Мен жартасының ар жағында ангарда жұмыс жасаймын. Механик болып. Көмек керек болса, келе бер. Трек бар ма? Сүрте берейін ме? Болды. Керек емес. Қоя бер. Өзіңді. Нұрбол. Рахмет. Вроде тыныш, иә? Но контрольны тексеру керек. Екеу, бір тексеріп келіңізші бар. Мен барайыншы, братан. Решение сен ба не қабылдайтын? Уверен? Уверен. Абайлап жүр, не май. Давай, лаваш екеуін көріп қайтыңдар. Опа, салам алейкум. Не істеватсың? Бензимоен. Давай істеп тастайықшы, братан, риза болсын. Көтіңді қыз бізге барып қараттыңдар деп айтты ғой. Уайымдама шеше, кремда шамы болды ғой. Неғыпсың зып қойсын сен? Қой шеше, родной, әкеш бері кремда шамы айттым ғой саған. Уайымдама шеше, кремда қалды. Давай, мен осында қал. Все, ешкі. Давай.
Анда малой бар деме. Тастақталды. Маңға, мұнда не себерсің? Балық аулап жүр. Басқа жер таба алмадың ба? Мынау кім аумағы екен білесің ба? Білмейді кім. Қашаннан бері теңіз біреудің жеке меншігі болған. Теңіз әпшак. Наны қара. Біздің ауға түскен балықта таста да зыт бар. Балық өзімдікі. Просто сенің торына шатасып қойған ғой. Далбан, қында мені. Біздің торға түскен балықты теңізге тастайсың да, зыт мына жерден. Зыт дедім әт саған! Читі. Әрәді. Балығыңды алда кете бер. Бірақ, бұдан кейін бұл жерге келуші болма. Читі. Кет. Олар қалай біліп отыр біздің келетімізді, а? Біреу явын тоқылдап берді ғой, Сағи, а? Қайсың? Лаваш, сен қайда жүрсің айтпақшы? Братан, сен қасында бол деген жоқ па? Сосын, қалсам мен де ұстайтын едім. Сен не ашып кет? Мында кеш, ет. Күш! Басылық шықыпты, Малайды қалай құтқарамыз? Вариант бар ма? Тірі деп ойлайсың ба, братан, оны? Теңізге давно лақтырып жіберген шығар уж. Нұрбол? Сен кімсің? Ассалаумағалейкум. Хабарлассам көтермейсің телефон. Сапар, сен болмағанда мына база бачыст болатын еді. Ана Қайраттың күшіктері келетінін қайдан білдің? Ол жерге, ана теңізге құлап тұрған адам көп нәрсені естиді ғой. Әне, мынаны бекер сабап тастағансыңдар ғой? Өлтіріп тастамағанымызға рахмет айт. Ол жерге көрейік. Мынаны құтқарып алу үшін Қайрат неге дайын екен, а? Қайда барасың? Братишканы құтқаруға. Надо будет менттерге бара. Кумаш, родной. Не дейсің менттерге бар? Не, інім браконьер еді. Оны тағы да бір браконьерлер ұстап отыр дейсің бе? Мен саған айтайын. Ол жекең тірі тұрғанда менттер көтінде көтермейді. Мен маған не істе дейсің? Сен сияқты безделі отырайын ба? Ешкім безделі отырған жоқ, барлығы сенің кесірінен кропа.
егер братишкама бірдеңе болатын болса? Не бірдеңе болатын болса? А? Не істеп аласың оны? Алло. Я Волжике. Хорошо. Жүр. Қалайсыздар? Көп. Уақытқа қарадың ба? Ренжімеңізші, босамай кеттім. Көрдің бе Талғат? Сенен гөрі жұмысы маңызды оның. Қыз басымен не барды шеш? Гүлнар апа. Не апа? Алло. Хорошо. Я қазір келем. Не, тағы да кетейін деп жатсың ба? Срочно шақырып жатыр. Басқа адамның шаруасы жоқтай. Байғұс ағам-ай. Сен ойлап жатқан ешкім жоқ. Шешесін жүрсанын тастап кеткен қызы мынау. Тастап кеткен жоқ, ажырасып. Не айырмашылығы бар? Ол кезде папам жағдайы бұндай болмаған еді. Не істесе де өзі біледі, ешкім ештеңе міндетті емес. Шешеңді осыншама жақтадың ғой, ұқсамасаң тумағыр. Ана шешесінен айнымай бара жатыр. Гүлнар апа, мен онымен салыстырмаңыз, сосын шешемде шаруаңыз болмасын. Немене қайда бар жатсың? Жұмысыңа бармақпысың? Асықпай тамағың ішіп алсын, тоқта. Баш. Бәрібір мені тыңдап жатқан ешкім жоқ. Шешесіне ұсағыр. Көкбет болып бар жатыр бар ғой. Не жерге отыра тұр? Аға, папам осында отыра тұрсыншы, Папа, мен қазір келем, далаға шықпай, тез келем. Жақсы, түсінікті. Шақырдыңыз ба? Шақырдым. Танысып қой. Хандар, криминалдық полициядан. Сен туралы көп естідім. Теңізде сенен қорқынышты адам жоқ деп еді. Бірақ өмірде адам екенсің. Отыр. Малика, жас жаңалық. Ринаттың бұйрығымен саған уақытша қасыңа көмекші бекітілді. Мен көмекші емес, техника сұрадым ғой. Техникаға рұқсат жоқ. Министрлікке бәрібір секілді. Қысқасы айтқанда, екеуің бір командадасыңдар. Көмек сұрадың, ішкі істерден. Көмек, міне. Ертеңнен бастап бірге жұмысқа кірісе берсеңдер болады. Мен саған жалғыз кел дегенім қайда? Саспашы Волжике. Бір адам қобылы қорқпайды жүрсің. Мен саған ескерттім. Артпа шеше. Зәтқа шақырдың. Сен менің базама шабуыл жасап жатқаныңда ештеңе жоғалтпадың ба? Жәнібек! Мына күшігіңді аман есен алып кеткің келсе, бір жетінің ішінде 50 кило уылдырып қоясың. Ауышайын депсің, Волжике. Қазір сезон емес қой. Ол сенің проблемаң. Әйтпесе біздің заңды білесің. Тоқта. Айтқанда сен тауып береміз. Сен кімсің енас? Нұрбол. Шиголдың ағасы. Біресе
Браконьердің ағасы. Біресе балықшысың, иә? Сапар, сен не жоғалттың мұнда? Өтірікшілерді суқаным сүймейді. Енді шарт өзгерді. Мына бауырыңды тірі көргің келсе, 50 кило емес, 100 кило алып келесің. Бір жеті уақыт. Жарайды. Жылдамдығым киланым бапе, жылғағым талпе, пайда бердім мамакен, оқытын керек кәде, келсеміздегі әсе, шығыстансың бағасы, дейтін бөлімде жете. Теңгең кетпес, шетелге кетсем, жастағым жетпес, нағым кетпес. Қаласың, өзіме қаласың, елікке келген жасындамай таласың, бұл шаласың, дамамай қаласың, басама тауысың, өзіме қаласың, елікке келген жасындамай таласың, бұл шаласың, дамамай қаласың, Ашық кеткенде қайда барам деп ойладым, я? Сен анау Нұрбол деген ағаң құтқарам деп жүгіріп жүр. Қайратыңды таста. Кімнің не істеп жүргенін маған бәрі білінді. Марат аға. Жоқ дедім ғой, Малика, жоқ. Марат аға. Малика, жоқ дедім ғой, жоқ. Қақсата бермеші адамды. Көмекке жігіттер жібердік қой. Қайық керек маған жігіт емес. Көп ашуланасың, саған жігіт керек. Не істеймін ол жігіттерді? Арқаларына отырып алып браконьерлерге жүзіп барам ба? Қаншама техника бос тұр. Техника емес, сен бос тұрған. Жалып жасама. Әкең қалай? Кім қарап жатыр? Жақсы, Гүлнар апа қарап жүр. Жақында кіріп шығарған. Марат аға, бір қайық. Жоқ, жұмысшысы. Қанша? 100 килограмм. Қанша? Кереңсің ба не? 100 килограмм деп айтып тұрып қойсың адам құсап. Қайреке, ондай жоқ қой менде. Тыққан-пыққандарым бар шығар, қарап көрші алдыңа не? Саған өтірік айтып не істеймін, бар болса сразу айтамын ғой. Тиіспе оған, ол бір өтікі. Мұнда 100 килограммнан көп сияқты. Өтірік айтпаймын дейсің маған неше? Қайреке, саған өтірік айтып не істеймін? Просто сатылып кеткен тауар бір үйдің. Кімнен алдың? Кімнен дейсің ба?
Мен алып отқанда бітті деп жатыр еді уж. Сен маған мінгізіп тұрсың, Сен айтшы кімнен екенін, сосын біз өзіміз барып көреміз ғой, бар ма жоқ па ол адамдар. Сен ұмытқан түсінбейсің ғой, кімнен деп, Егіздерден алдым мен деген. Мен алып отқанда бітті деп жатыр еді. Ауылда қызыл туда жүргенде өмірім теңізбен байланысты болады деп ойламағансың ғой. Бала кезде КМБ-шілік болуды армандайтынмын. Ондай секретный операцияларды орындап, қолыма қару ұстап, елімді қорғап дегендей. Ал қазір жүрісім мынау, балықтарды қорғап. Олар еще рахмет те айтпайды ғой. Ал сен полицияда не істеп жүрсің? Ақылды, сұлу қызсың. Былай күйеуге шығып, бала тауып үйде отыру деген ойыңда болған жоқ па? Мен просто өзіне көп алатын, көп сөйлейтін жігіттерден әлем тазартсам деп армандағам. Вот бір-екі рет рейдқа шықсақ, сол арманым орындалып қалатын сияқты. Жоқ, сен негіз дұрыс түсінбедің, мен... Да. Түсінікті. Негіз саған қандай жігіттер ұнайды? Балда бар, басын сүмірейді, тұрмын өлең. Чадам, братан. Егіздерге барамыз ба? Егіздерге бару керек. Бізде керек көлемде икра соларда ғана бар. Неге үндемейсің? Жоқ. Не жоқ? Бармаймыз олар. Бар, басып салбырап тұрғым келмейді. Не үшін? Артық сұрақ қоймашы, жігіттер. Бармаймыз дедім ба, бармаймыз ғой. Тоқташы. Тоқташы. Родной. Не болды құттай бала ұқсап ренжіп? Отыр жарайды, барамыз. О, үлкен бастық кел. Ассалаумалейкум. Қалайсың, Қайыр? Көрінбей кеттің ғой. Нормально, братан, жүрміз ғой. Қал жағдайымыз білейін келген жоқсың ғой. Неге, брат? Жағдайларын сұрайын деп. Заодно бір тема болып тұр. Маған 100 килограмм икра керек. Ақшасы төленеді, как положено. Қанша? 100 килограмм икра бізде бар деп саған біреу айтты ма? Бізде не? Икра тарату жүрміз ба? Сен біз үшін баяғы сол балық тазалайтын күшіксің, түсіндің бе? Братан, күшік өсіп арлан болады. Арлан, ғайт. Икра саған не үшін керек? Сату үшін керек. Сен не, бізді лоқ деп тұрсың ба? Бізден арзан қалып, басқа біреуге қымбатқа сатып, пайда көрейін деп тұрсың ғой, да? Неге сразу солай ойлайсыңдар? Просто біреумен келістік, өзімізде объем жетпей тұр. Давай по делу, бар, жоқ, болды ғой. Қайыр, сен онында клиенттеріңді бізге жібер. Үстіне өз процентіңді аласың.
Жігіттер әңгіме былай, короче. Өтінішпен кеп тұрмыз. Сендердің икраларыңды сатып алып, басқа біреуге сатып үстіне процент көруге вообще желание жоқ. Сапар бауырымыз ұстап отыр. Орнына 100 килограмм икра талап етеді. Әңгіме осы. Уақыт аз. Базар жоқ. Әдемі сөйлейді екенсің. Бірақ, Қайрат, бізге кімнің қалай қиналғаны? Иканы айт. Оның үстіне сендерге көмектесіп, сапармен жау болатын желание жоқ бізде. Айттым ғой, родной. Кеттік. Олжеке. Сапар. Ассалаумағалейкум. Батыр. Олжеке. Жеке айтатын әңгіме еді ғой. Айта бер. Маған анау даулы аймақтан балық аулауға рұқсат керек. Анадан аяқ көмектесе қалды десем, осыны пайдаланам деген екенсің ғой. Бәсе, неғып шанаши қалды деп едім. Олжеке, мен құрғал келген жоқпын. Мынау, әзірге аванс. Ажысынып, көп нәрсені қалайды екенсің, Сапар. Олжеке, саған ол даулы аймақтан балық түгілі бақаулауға да рұқсат жоқ. Боссың. Боссың. Жарайды. Айттым, сөйлеспей қойық деп. Сапар десе тышат бұлыр. Жігіттер, икра іздеп жүрсіңдер ма? И чё? Қанша ақшаларың бар? Қас, жоқ бош анасы. Енді сен қап едің? Өздерің білесіңдер? Брат. Короче, Шалбек дейтін көкемде икра дофига. Бірақ кім көрінген емес өлісе бермейді. Егер дұрыс ақшаларың болса, кездесу ұйымдастыруға болады. Қай жер тұрады ол көке? Лауыш. Сендер бара беріңдер, қазір келем. Өзім хабарласайын деп жүргем. Бір-екі күнде өтіп берем жігіттер. Бір-екі күнде өткіздің ғой. Ей, карточный долг қандай екен білесің ғой? Өзің ғана емес, енді бала-шағаң қайықта тұрып атқан біліп алдым. Жүрем жігіттер. Бүгінге дайындап қоям. Не? Нәрсе? Осылай келе olmasa өзіңе кеп бермейтін сияқтысың ғой.
Давай. Алло, Сәбит. Сенде айдың соңынан қарса тиым бар ма? Болды. Егер ау жақта келсек. Балағың екеуің ренжісіп қалатындай араларында бірдеңе болды ма? Тағым болмасын. Баяғыда бір-екі бауыр өмір сүрген екен. Тату тәтті. Бірақ күндердің бір күнінде екеуінің арасына шайтан араласып, ренжісіп қалыпты дейді. Содан ағасы інісін көргісі келмей, екеуінің арасына дуал соғып алуда жоспарлайды. Өзеннің екі жағында тұрған екен. Тура сол кезде ауылға бір қарт шебер кеп қалады. Ағасы одан дуал соғып беруді сұрайды. Қарт шебер келсет, бірақ дуалдың орнына көпір соғып қойыпты. Таң ертең тұрып қараса, көпірді көреді. Содан жүрегі елжіреп, екі көзінен жас парлап, жүгіріп келіп, ағасының аяғына жығылып, кешірім сұрайды. Бұны не үшін айтып отыр? Жай әшейін әңгіме басын деген ғой. Егер Қайрат 100 килограмм экран алып келіп қоймаса, сен өлесің. Мен ұрысқа қорқытам деп ойлайсың ба? Созбай қазырақ өлтіре салсай. Ойбай. Қорқып кеттім. Маған қол аяғын шешіндер де, жасап тамақ беріңдер. Қалайсың? Не керек саған? Маған не керегін білесің. Қандай информацияң бар? Бірінет палыппен сөнбей бөгім ақы басыма түшпайтын жарсың. Біраз ақпарат бердің, оның үстіне тегін. Қалғандарынан ақша алам. Ақпарат білмесе төле. А сен айта бер. Қарыздарыңнан шегеріп отырам. Қандай қарыз? Мен сені ақша алмаған. Отан алдындағы қарызы. Лаваш, маған істі қайта ашу қиын емес.
Түрмеде отырасың, ойланасың. Қайрат, менен басқа адамдарға информация таратып жүргеніңді білсе, оған ұнамайды ау. Қысқасы, Қайрат плотный болқа батқан сияқты. Үлкен көлемде икра іздеп жатыр. Шалбек деген саудагерден алмақшы. Тағы? Басқа ештеңе білмеймін. Шалбек. Алло, Сәуле, қалайсың? Жай хабарласпайтын білесің ғой. Не ғой, Шалбек деген кісі таныс па саған? Я, сол есіме түспей тұр ғой. Любой информация керек. Қызыл ту? Сосын, тағы не білесің? Шо? Рахмет. Менен бір обед. Давай. Қалайсың? Қашаннан бері тұрсың? Қазір кел. Қай жақтан едің? Қызыл ту? Шалбек деген кісіні танисың ба? Шалбек. Біздің ауылдың адамы ғой. Не ойлайсың ол туралы? Білгенде әкемнің танысы бір-екі рет бекіре бойынша істі болған. Болды. Түсінікті. Ана Шалбекті бізге керек килограмм бар ма екен? Уайымдамашы ба. Ода болмаса басқа біреуден табылады, по-любому. Мына жақ кезінде пустой еді, базар жақ өзгеріп кеткен деймін да? Ақша бәрін өзгертеді, родной. Ақша деген жақсы құл, бірақ нашар қожайын. Біз бұны тек қана құлып пайдаланамыз. Кеттік. Кім қойды мұнда, мұнан? Вот еще. Алып келдер. Әкені. Көмілесің. Азат. Не алып тұрсың, кел. Сал, аяма. Арыш. Кел. Отыр. Саспа. Алыңдар. Сал, аяма. Осы балықта мынау екірені. Сендер үшін қазір дайындадым. Алыңдар. Хити. Сәке. Сен қайда жүрсің, отырмайсың ба балағандар? Мен негіз біраздан бері сені байқап жүрмін. Жаман жігіт емессің. Адалсың. Жұмысқа ұқыптысың. Бәсеге ондай адамдарды қатты бағалайды. Осында отқандардың, жүргендердің любой үшін тұрып беруге дайын. Сыртынан қатыгез болып көрінуі мүмкін, бірақ ешкімге сатқындық жасамаған. Негізі кез келген жұмыста бір нәтижеге жету үшін қасыңдағыларға адал болуың керек.
Иә. Бөле сияқты пайдаланып, лақтырып кетпей. Бәрін ақылмен жаса. Алып отыр. Кете. Маған кету керек. Шаруа бар. Мына жерге өзің бас көз бол. Болды бәсеке. Көзін дұрба, құлағым құлақ. Еже, алып отыр. Сағады ма? Сен ба Қайрат деген? Мен. Екеуің ғана ма? Бәрі таза уайымдама. Тауар қайда? Ал мында ақшаны тө. Жүрім, тез. Зет мынау? Зет. Шал, сенің әңгімен 100 килограмм. Икра бар сен. Аласың ба? Не? Осымен мазайрап. Тұра, тоқта, өзің сөйлесем. Қойшы. Ала берейікші. Басқасын тауып аламыз. Не істейсің ана? Көтіге тығасың ба? Енді бізде басқа вариант жоқ қой, Қайрат. Аласыңдар ма? Алыңдар. Сендер мені тосып кетсің. Кет, Қайрат. Тоқта! Қайда қашып барасың? Қайда қашып барасың саған? Қайда қашсың? Молодец. Жақсы жұмыс жасадың. Күнделікті жұмысым ол. Но бірақ именно осы жерде Шалбектің кездесуі болатынын қайдан білдің? Көп сөйлемей жұмыс істесең, сен де білетін едің. Все, кеттік. Сағат 9-да келем деп едің, қайда жүрсің, Аяқ асты рейд басталып кетті. Бір қызға жарасатын жұмыс жасасаң болмай ма осы саған? Ертең отырасың ғой мына әкең құсап. Осы сенің менде бір келісетін күнің бола ма? Я, жарайды дейтін, Иә. Әне, қырсық қызың келді. Тамағын ішіп ал, дәрілерін дұрыстап бер. Қалайсың? Бүгін браконьерлер тағы ұстай алмай қалдық. Қашып кетті.
Кстати, Қандар нормальный сотрудник екен. Көп көмектесті бүгін. Біраз нәрсе біледі и нормально атады. Жоқ, пап, ғашық болып қалған жоқ. Точно ғашық болған жоқ. Бірге бір полицейский жетеді. Не істейміз? Көмекті адамдар іздейміз, а? Қудыртпашы Нұрбол. Өзің әрең өлім аузынан құтылғанда қайттан бара ойып желаниң бар ма? Я барам. Ол жақта мен братишкам қалды. Сенің кесірінен өліп кетуі мүмкін. В смысле менің кесірінен? Қайрат. Дофига жігіт болып болсаң, істемейсің бе тақанса тірлігі? Аузыңа байқап сөйлеме. Не, 10 жылдан кейін шығып алып, ағаның рөлін ойнап тұрсың сен маған, а? Мен болмасаң азатың бер, детдомда жататын еді. Или осы кезде моласы құшақтап, жоқ деп айтып отыратын ең, білесің бе? Аузыңа байқап сөйле, емай. И вообще, менің айтқан тыңдаса, азат мынандай қашаққа кірмейтін еді. Менде бір идея бар, братан. Үкіметтің ышқыланда экран танасақшы. Бақа, басың жасайма сенің. Еба бір барып, киоск тонайық дегенде айта салдың ғой сен. Жо, мен сашкабай тетіп тұрған жоқпын. Сендер білесіңдер ме онда қанша охрана бар екен? Сосын үкіметтің затын тонау үшін нормальный срок ұстайсың. 5 жыл, 7 жыл емес ол саған. Қайрат, басы сеш құттай болды ғой. Атамның басына басыланба мен. Азат менің де братишкам. Қай жақта ол қойма? Иә, Сәке, не үшін шақырдың? Әлгі даулы территорияның мәселесі ғой. Жұрт сол үшін қазір бір-бірімен қырылысып жатыр. Сол үшін шақырдың ба? Басекең айтты ғой, жер бәріне ортақ деп. Сол әңгімені ана Олжекең дұрыс түсінбеген ақшамыз. Сен Басекең айтсашы, ананы шақырып алып, тағы бір рет жақсылап түсіндіріп жіберсін. Әйтпесе анау тура өзінің жеке меншігіндей көреді. Ешкімді кіргізбейді. Эх, Сәке, мен сені жақсы білем ғой. Одан да бірден тіке айтшеш, сол территорияны өзіме алғым келеді деп. Солай ма? Егер ол жерге мен жауапты болсам, мынандай қырғын болмас еді. Қысқасы былай. Басекең территорияны қалай бөлді, от солай жұмыс жасаңдар. Маған да Ринатқа да тыныштық керек. Басқа айтарың бар ма? Мен кеттім. Естуемше, іште дофига икра бар.
Короче, былай. Нұрбол Баха менімен екеуің машинаның қасына көсін. Дайынсыңдар ма? Сен маған мындай икра көп деп еді ғой. Примерно деп айттым саған. Мында 100 керекке жетпейді. Мен саған күтіп өкіметтің скалында болып жүрмай. Sen bir... Sen bir kalay gitti. Nasıl? Tapa 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 tapa. Все, жігіт, түсеміз. Тауар мұнда қойын. Осында күтеміз. Көшеде адам көп. Бензет? Не болды? Фуй. Не, мынау бекіренің екрасы емес қой. Мынау сазанның екрасы ғой. Твою дивизию, а? Сен көр осыдан кейін үкіметке. Не істейміз? Айтшы, идея сенікі қойна. Үкіметтің складын тонайық. Бұл өмірде мықты болу үшін күшті болу міндетті емес. Ең бастысы есебің дұрыс болу керек. Сонан кейін алысты көре білу керек. Билік деген ол күш емес қой. Өмірдегі әртүрлі жағдайға бейімделе білу керек деген сөз. Ал сенің анау көкіңде ондай қасиет жоқ. Мен сенің не айтып отырғаныңсың?
Жасик, мен сенің түсінігі мол жігіт екеніңді баяғыдан білгем. Маған билікті алып берсең болды. Территорияны өзіңе қалдыра берсең болады. Все. Билік қолында да бесетте берсең болады. Лаваш, қайдасың? Көмегің керек, кездесе аламыз ба? Қорықпа, бұрынғыдай емес, еңбегін төлейм. Лаваш, не миымды ашып тұрсың? Білем ғой, саған ақша керек екен. Бұлт, көп сөйлемеші, сағаттан кейін перста күтем. Алып келем, я ақшаны. Давай. Қалайсың? Таң атпастан не істеп жүрсің? Жұмыс. Кешегі операциядан кейін бір апта демалыс алсаң да жарасатын еді ғой. Келгім келмеген документтерді алып кетуге келдім. Еще кездесуім бар. Кіммен? Жұмыспен. Бауыр, әкеш бе? Ұстандар. Ұста, қорқыш. Ұста. Тартасың өзің, қара. Қорықпай ұстайсың, тартасың. Түсің бе? Міне. Қорықпай шеше, тарт. Тарт. Осылай. Тарт шешті. Түсінбеймін. Қайрат сияқты ісінен сөзі көп адамның жанында сен сияқты жігіт не қылып жүр? Мен детдомға түскеннен бастап Қайрат көмектесетін. Сосын өзің қасына алып. Сонда ол кезде сенің ана Нұрболған қайда болды? Детдомға тапсырып өзі кетіп қалды ма? Соған ашулысың ба? Жоқ, тастап кетпеді. Сол үшін детдомға түстім. 10 жыл бұрын Нұрбол әкемді атып өлтірген. Солай да. Сен сияқты дым істемей, мамамның өлгенін күтіп жүрген жоқ. Мен саған айттым ғой, ақшаны өзім табамын деп. Мама емес па, сен өлу керексің. Нұрбол аға. Көзімді ашшы, папа. Папа, көзімді ашшы. Папа, өтінем, көзімді ашшы. Тұршы, папа. Не істедің сен, а? Не істедің? Не істедің? Мен сапарға барам. И чё? Барып не дейсің? Сәке ренжімен біз байқамай ауышып сазанның икрасына кеп қойыппыз дейсің бе? Бір нәрсе келісіп көрем. Родной, мен сапардың 5 саусағындай білем. Өтпейді оған онда әңгімелер. Крупа, сен сапармен сөйлесіп келісіп те көрген жоқсың. Келісуге болса баяғыдан келіспейін ба? Жүрем ба ар жерден икраз деп? Короче, менде бір идея бар. Бірақ апасен. Қандай? Бақа. Базада қалған 2 контейнер қара экран әкеш. Оны не істейсің, братан, бәрібір жетпейді ол. Накөз сенен. Көп сөйлеме айтқан істешейші.
Қандар? Малика, мұнда не істеп жүрсің? Сен көріп қалдым, сосын келгем. Оның үстіне жұмыс көп. Теңіз тыныш жатқызамы? Дұрыс. Теңіздің сырын білгің келсе, ортасында жүру шарт емес. Жағасында тұрып, көз жүгіртсең және тыныш қана құлақпен тыңдасаң, теңіз өз-ақ бәрін айтып береді. Көмек керек болса айтарсың, осындамын. Жақсы. Керек емес. Кеттім мен. Болып жігіттер бізге тездету керек. Кейін сапар біліп қойса не істейміз? Кейін білсе біле берсін. Бастысы малойды алып шықсақ болды ма? Не болды, істеші енді бірдеңе. Білмеймін, Малика от алмай жатыр ма? Ішінен бір нәрсе кеткен сияқты. Біреу арба жасайтын шақырайық іштен. Базада ешкім қалған жоқ. Бәрі кетіп қалған мотористердің бәрі. Сүндіріңші, тоқташы. Баваш. Неге алмайтын, о? О, Қайрат. Келмейді ғой деп ойлап ем сені. Кесілген тауар айтылған уақытында келді. Ашып көрейік. Мүмкін бос шелек алып келген шығар. Шынымды айтсам, сенің қолыңнан шаруа келеді деп ойламап ем. Кешір. Бала, өсіп қапты, ә? Өскен. Уәденің аты уәде. Адамыңды алып кет. Алой. Кеттік. Сапар, саған бір ақылым болсын. Адамдарға көп сене берме. Особенно мына Нұрболға. Крашка ғой мынау? Мал! Не мынау? Мені қашан алдап кетер екен деп күтіп жүргім келмейді. Қысқасы мен осында қалам. Азат, мына шелектеріңді алды. Жоқ болың.
Крупа, маған ол жақтан по-любому врачканы алып шығу керек. Радна, қалай шығара аласың сен? Мен саған бір совет берейін ба? Кетіп қалшы мына қаланы. Түбі жақсылыққа апармайын да. Менде басқа вариант жоқ. Короче, Крупа, мен сенімен біргемін. Қазіргі жастар бетімен кеткен. Бірін бірі алдауға дайын тұрады. Сондықтан да бәрін жинап ортақ тәртіп орнату керек. Дұрыс айтасың Олжеке. Біздің кезіміздегі тәртіпті көрсе, қазіргілер істеп жүрген шаруасын тастап қашар еді. Сол тәртіпті көргеннен жаман болған жоқсыңдар ғой. Оның расы енді Олжеке. Сен жақсы жігітсің, Сапар. Мен саған анау даулаймақты қолдануға рұқсат бергім келіп тұр. Бірақ менің айтқандарымен келісесің. Олжеке, рұқсат берсең болды ғой. Не айтсаң да дайынмын. Қысқасы, пайда 60-та 40-қа бөледі. Әрине 60% маған, 40 саған. Сосын адам. Енді мені тыңда. Бұдан былай сен ештеңе айтпайтын боласың. Жасик, бәрін дұрыс жасадың. Енді екеуміз талай шаруаны атқарамыз. Олжекеңнің бізге керек жоқ. Мынаның енді денесі де керек болмайды. Көтер. You call play.